Өмірді өзгерту үшін оны қалай өзгертемін деп емес, оны өзгерту үшін қандай әдеттерді қалыптастырғыңыз келетініне назар аударыңыз. Ал қазір біз сіздермен өміріңізді өзгертуге көмектесетін пайдалы 10 әдетпен бөлісеміз. Біріншісі, аптасына 3 рет болсын жаттығу жасаңыз. Фитнес-залдарға бару міндетті емес. Үйде де созылу немесе жүгіру сияқты қарапайым жаттығуларды орындасаңыз болады. Жаттығу энергия деңгейін жоғарылатады, денсаулықты нығайтып, бұлшықет массасын арттырады және салмақ тастауға көмектеседі. Екінші, бір жылға қойған мақсаттардың орындалуы үшін күнделікті 3-4 шағын тапсырмаларды орындаңыз. Аз-аздан үздіксіз ережесі нәтижелерге жетудің кілті. Шағын тапсырмаларды орындау сізді апталық және жылдық мақсаттарыңызға жақындатады. Үшінші, күніне 30 минут болсын кітап оқыңыз. Әр күн сайын кітап оқу ақыл-ой мен шығармашылықты дамытудың тиімді тәсілі. Қанша сылтау айтсақ та, кітап оқуға күніне жарты сағат уақыт табылады, мойындаңызшы. Осы уақытта қызықты тақырыптағы кітапты оқып бастаңыз. Кітап оқу білімді кеңейтеді, ми жұмысына жақсартады, стрессті азайтады және жақсы ойлап жазуға көмектеседі. Тіл байлығын арттырып, зейінді шоғырландыруға септігін тигізеді. Сонымен қатар, кітап оқыған адам өмірлік тәжірибесі кеңейіп, жаңа идеялар келеді. Бесінші әдет. Күніне 30 минут жаяу жүріңіз. Күнделікті саябақта немесе көшеде серуендеуде дене жиі қозғалыста болып, сізге үлкен пайда тигізеді. Оның үстіне табиғат аясына шығып, жаяу жүру сіздің сыртқы әлеммен байланысыңызды нығайтады. Ақыл-ойыңыз артық заттардан тазарады. Алтыншы, өміріңізді өзгертетін тағы бір әдет – күнде уақытша ораза ұстаңыз. Рамазан айынан бөлек күнделікті өмірде тамақты тойып жемеу нәпсіні тыюмен тең. Түскі ас пен кешкі астың арасында тіске басар жемеуге тырысыңыз. Ол аралықта қарныңыз ашса, су ішкен әлде қайда пайдалы болады. Немесе кешкі асты жеңіл ішіңіз. Сонда ас та тез қорытылып, тез ұйықтай аласыз. Артық салмақ болса, одан да құтыласыз. Жетінші әдет – осы шақпен өмір сүріңіз. Біз өз мақсаттарымызға назар аударғанымыз соншалық, қазіргі сәттен рахат алуды ұмытып кетеміз. Өткенді еске түсіріп, өкінудің қажеті жоқ. Және болашақта алдын ала уайымдаудың керегі жоқ. Өткен өмір сізге сабақ болады, ал болашақ жаңа мүмкіндіктер деп ойлап, сол мүмкіндіктерге жету үшін осы шақта өмір сүріңіз. Сегізінші әдет – сезімдеріңізбен ашық болыңыз. Қазақ отбасында басқа ұлттарға қарағанда махаббатын жиі айта бермейді. Тіпті туған ұл-қызына жақсы көремін деп айту көп ата-анаға қиындық туғызады. Біз жиі өз махаббатымызға шектеулі ресурс сияқты қараймыз. Бұл дұрыс емес. Махаббат сарқылмас сезім және ешқашан таусылмайды. Жақындарыңызға жылулық таныту тегін емес пе? Қалағаныңызша олардың сізге бағалы екенін айтуды ұмытпаңыз. Тоғызыншы әдет – күнделік жүргізіңіз. Қарбалас тіршіліктен шаршап жалықсаңыз, сананы тазарту үшін күнделік жүргізуді әдетке айналдырыңыз. Ол ойды реттеуге, маңызды нәрсеге назар аударуға көмектеседі. Күнделік жазу ойыңыздағы тұлға болуға мүмкіндік беретін тамаша құрал болып табылады. 10-шы әдет – табысыңыздың 10%-ын үнемдеңіз. Есеп жүргізіп, кірістің шағын бөлігін үнемдеуді әдетке айналдырыңыз. Мәселен, күн сайын кофе сияқты пайдасыз заттарға ақшаны жұмсамаңыз. Өйткені уақыт өте келе олар үлкен ақшаға айналады. Ал кірістің шағын бөлігін үнемдеу сіздің қауіпсіз өмір сүруіңізге кепілдік береді. Осы әдеттердің біреуін болса да бүгіннен бастап орындасаңыз, өміріңіз жақсы жаққа өзгеретіні сөзсіз. Сіздермен бірге болған Қоржын арнасы. Ақпарат пайдалы болса арнамызға тіркеліп кетіңіз.